Чанша қаласына келдік. Бұл жерде трансфермен Жанзацаға барамыз. Иә. Скоростной ма, білмеймін. Бірақ сондай ақсайып тұр. Бізде 5-ші вагон. 6А мен 6С. Без меня Трудно. Все же просят, где гальвану деть. Біз Жанжаджеге келдік. Мына жердегі ауа енді алдында болған екі қалаға қарағанда өте күшті. Жалпы таулы жер деп саналады. Біз бұл жерде де екі ұлттық парк бар екен, сол екеуіне барып көрейік деп жатырмыз. Жанзацаға келген соң кішкене адасып қалдық, өйткені Google'да осы станцияда канатная дорога бар деп айтылған еді. Бірақ біз таппадық, адамдардан сұрасақ, таксимен барыңыздар дейді. Сосын бір кісі айтты, автобус номер 17-ге отырып барсаңыз болады. Соны көрейік деп жатырық. Үйтіп келдік, мынау вокзал. Мына жерде автобустар тұратын тұрағы. Бізге неге канатная дорогаға бару үшін 17-ші автобусқа мініңіз деп айтты. Көреміз қазір, мына жерден сатып алуға бола ма, билетті болмай ма. 2 юань дейді. Біз Цяньминь тауына шығып бара жатырмыз. Бұл әлемдегі ең ұзын канатная дорога. Астында заттарымызды қалдырып кететін жер бар екен. Ондан келіңіздер. Соған сумкаларымызды, ауыр сумкаларымызды қалдырып, үстіге көтеріп бара жатырмыз. Жаяу бару керек. Достар, біз бұлтты үстінде жүрміз. Гүлбанудың арманы болған екен бұлтты ұстау. Қазір ұстайын деп. Бізде нұрлы ұран дей ма? Любая непонятная ситуация. Тамақ же или киімді ауыстыр деп. Міне достар, біз шықтық. Қолға карта алдық. Бұл жерде батыс жол және шығыс жол деген екі жол бар екен. Біз батыс жолын таңдадық. Сонымен кетіп бара жатырмыз. Мама бас айналады ғой кәдімгідей. 찍는 게 그것도 이상하게 찍는 게 나오고. 참 좋아지지 좋아해. 미완 듣고. Мына жақта еш нәрсе көрінбейді. Там болып тұр. Sitting in the car, listening to blind. Dana şaşadı. Sotkasını зарядкасы өшті. Біз үйге қайтып жатырмыз. This is the map of our hotel. Where we Let are. me introduce Yes. what we are. So we are now in here. Now the room is here. Look at the pool here, over here, and we have 2 pools here. First the pool and here. Evening pool next to the restaurant, and it's over breakfast from 8 to 10 tomorrow morning. Yes, 8 to 10. Міне керемет ательеге келдік, осындай су берді. Но отель енді ерекше. Вау, пул! Yeah, this is the first pool. Oh my god. Тамақ.
деген аутентичный отель. Енді қараңыз, былай жатамыз да. Достар, менің тамағым ауырып қалды. Содан мына кісі маған әдемі шай дайындап берді. Өзінің Қытайдың осы жерде өсетін шайлары тамаққа арналған деп айтады. Көрейік, достар. Көк шай. So bitter and sweet sour. After sweet. First, bitter. Yeah. Then- Yeah. yeah. Then sweet. Oh, okay. And do you drink tea more than coffee? Coffee, You don't drink. yeah. Okay. You don't like. Yeah. Okay. But tea I like. Power. Yeah. Yeah. Ah, okay. So you dry it. When I hand put here, I feel so hot. Can put down. So soft and left together after I can around it. Ah, Yes. okay. No, Okay, so first maybe you take waiting 2 days. 2 days. Put here. Okay. with the grape. Oh, so beautiful. The medicine tea good to your nuns, good to your tickle. Yeah, I thought that- only water. Okay. You try. Let's try. Бұл кісі айтады, мынандай medicine tea, дәрілік шайды ішкен соң кез келген сұйықтық тәтті болып көрінеді деп айтады. Difficult. Yeah, Yeah, for us because we Chinese not use. Only with water. it is sweet. It is sweet, really. Yeah. Ага. Спасибо. 또 보내볼게라. Қайырлы таң. Мен балконда демалып, сәл көңіл күйім болмай отыр, өйткені мен емес бұл жерде тұратын. Қараңыздар. Жалпы айтқым келгені, саяхатқа шықпасаң, нормальный өміріңді сүре бересің, сол күнделікті күйбең тіршілік, проблемаларды шешіп жүресің. Ал осылай уақытыңды тоқтатып, өміріңді тоқтатып, басқа жерге барып келгенде, өмір әдемі екен ғой, әлем әдемі екен ғой, уақытым бекер құртылып кетіп бара жатыр екен ғой деп ойлайды екенсің. Соны түсіндім, сондықтан енді жиірек шығуға тырысу керек. Достар, біз Аватар тауларына бара жатырмыз. Кіре берісте осындай автобустар тұрады, соған мінеміз де бір пунктқа жетеміз. Бізге мынандай карта берді. Қытайлар шумды ма деген сұраққа жауап. Бір-біріне орын беріп жатыр. Кеткен тәрбие да. Фуникулер бұл жерде де. Қанша адамнан отырғызады екен. Біз алдын Тяньминь тауына шыққан кезде адам деген лық толы, ол жерде түсіруге шама болған жоқ. Бірақ қазір адам азырақ сияқты. Ойлаймын, мына кісілер қайда? Ешқандай кезекті сақтамайды екен десе. Бірінші кетіп бара жатыр. Көреміз қазір. Қанша қараса да көз тоймайды. Мына гортензия гүлдері әр жерде өсіп тұр. Надеюсь, это гортензия, я не ошибаюсь. Өте қымбат гүл біздің Қазақстанда. Және өте капризный гүл.
Біз кішкене мына картаны түсінбей сәл адасып жүрміз. Сіздер де уақытты алдын ала алып келесіздер ғой, адамдардан сұрап. В общем, үшінші жолмен келе жатырмыз. Осы жер-ау деп. Деп айтты ма? Мына жерде орыс тілінде де жазып қойыпты. Парящая гора в фильме «Аватар» дейді. Ал көрейік. Әзірше Гүлбануға ұнамай жатыр, кешегі тауымыз жақсырақ болды ғой деп. Қазір бит өзгереді. Әйтпесе билетімізді қайтарыңыздар дейді. Міне шеті көрінді таудың. Қазір тағы жүріп жақсырақ көріністі табуымыз келеді. Бұл паркқа 4 жерден кіре беріс бар. Жалпы осы жерге Джанджаджиға келетін кезде осы парктың жанынан отель алған дұрыс. Өйткені тұра салып 5 минуттық жолмен паркқа кіре аласыз. Егер қаладан отель алсаңыз 1 сағат, 1,5 сағат жүру керек болады. Осындай әртүрлі напитоктарды сүйетіндерге меніңше Қытай таптырмас жер, өйткені неше түрлі вкус, неше түрлі добавки. Мынау мысалға қарбыз. Көрейік. Маракуйяға ұқсайды деп ойлаппын. Киви ма? Манго. Бір фруктылар до конца піспей қалады. Или огурцы дейсіп қойған сияқты. Огурцидың семена как будто бар. Достар, білесіздер ма, мен қайдамын? Та-да! Мына жерде осындай бассейн бар екен, қараңыздар, қандай күшті көрініс. Енді отельге сөз жоқ, керемет. Жан-жақтан полная программа, мынандай көріністі енді қашан көрдім? Мен ешқашан көрмедім. Да, кстати, Қытайдың өздері көп шомыла бермейтін сияқты, тек Гүлбану екеуміз ғана шомылып жүрміз, сосын жаңа тағы бір шетелдік кісі келіп шомылып кетті. Күшті. Қанша градус қазір? Где-то бір 25 градус шығар, далада? Судың өзі 20 градус деп айтты. Су бір кіргеннен кейін жылы болады, әдеттегідей. Бірақ бұл менің арманым, мен келгелі, бұл жерде ыстық болды ғой, келгелі суға бассейнге түскім келген. Ой, достар, рахат. Yes. If you see like this and she think you want to give food, bring her go, yeah. She want to go for travel. She likes traveling. She likes travel, yeah.